несиелерден құтыла алмай кеттім. Маған көмектесе аласыз ба? Менің есімім Назгүл, мен қарызсыз қоғам жобасының заңгерімін. Көптеген адамдар менің мәселем шешілмейді деп қорқады, бірақ ол олай емес. Егер сізде қарыз болса, паникаға түспей, не істеуге болатынын білу маңызды. Міне, мәселені шешудің 4 қадамы бар. Бірінші қадам қарыздың нақты сомасын және оның статусын білу қажет. Оны егов арқылы жеке кредит бойынша есеп алу немесе банкке барып тексеру қажет. Екінші қадам қарызды азайту мүмкіндігін бағалау. Бұл айыппұлдарды жою, реструктуризация немесе бөліп төлеу арқылы мүмкін. Үшінші қадам несие берушілермен келіссөз жүргізу. Кейде төлем шарттары бойынша оны қайта қарауға болады. Төртінші қадам жоспар бойынша әрекет ету. Бұл ретте біз сізге көмек бере аламыз. Қарыздан құтылғыңыз келе ме? Қоғамфин.kz платформасында курстар жазылған, барлық мәліметтер егжей-тегжейлі қарастырылған.